Ресейден кейінгі Совет кеңес өкіметі қазақты бөліп жарып, біріне бірін қарсы қойып, басқарудың талай әдістерін сол кезде үйренген жоқ па? Қазір де соны еске түсіріп, біздің арамызда іріткі салайды деген сыртта да бар. Ішімізде өзіміздің сатқын қандастарымызды бар, солардың ақшасын алып, қазақтың ішін ірітіп, жан-жаққа бөліп, қайтадан бодандыққа мойнымызға шылбыр салып, жетектеп барып, мүмкін бірдеме алар, белсенді болар тағы да. Оны сіздер көрмей жүрген жоқсыздар ма өзі күні? Мәскеудің барып анау жиындарында сөйлейді, бұл Қазақстан бола алмайды. Қазақстанның Ресейдің қойнына кірмесе өледі, қырылады деп. Қашанғы мінекей 8 жылдың ішінде дүние жүзінің бәріне көрсеттік қой Қазақстанның мемлекет болғанын, бола алатынын да ешкімнен кем емес екенін. Солар барып, азамат деген қоғамды басқарып, сіздер арасында кірісіп жүрсіз-ау деймін солардың ішінде. Қалтасына 2 паспортты бірдей салып, семьясының бәрі Москвада жатыр. Соларда оқып үйреніп шығып, енді мына жерде Қазақстанның барлығының ішінің барлығы жаман, бұлар адам емес, бұлардың экономикасы жоқ, құриды деген адамдар тағы да арамызда әңгімелесіп жүр. Соның барлығына Назарбаев жауап беру керек. Сіздер жай отыруларыңыз керек сонда. Солай ғой.